Елде роботтың көмегімен 14 ота сәтті жасалды. Президент ісі басқармасының ауруханасында тұңғыш рет роботтандырылған хирургия кешенді орталығы ашылды. Дәрігерлердің айтуынша, бұндай заманауи ота түрі урология, гинекология, хирургияда тиімді әдіс. Клиникада әзірге 6 маман Италиядан әкелінген роботтың көмегімен ота жасауды үйренген. Ақ халаттылардың айтуынша, ота жасау кезінде қолдың дірілін толық жойып, науқастан шамадан тыс қан кетуін болдырмайды. Біздің ауруханада бірінші робот операцияны мен жасадым. Енді робот-ассистированный лапароскопический операциялардың бәрін осы біздің ауруханада роботта жасайтын боламыз. Өте жақсы тәсіл, өйткені осы жоталардан кейін науқастарда тыртық қалмайды, больницада болу уақыты да азаяды. Роботтандырылған хирургия орталығының жұмысын бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев көріп қайтты. Елбасы заманауи әдіспен ота жасатқан науқастардың жағдайын сұрап, роботтандырылған медициналық кешеннің жоспарларымен танысты. Мынау жасалып жатқан операциялар тек қана Қазақстанда емес, бүкіл біздің өңірде ең тұңғыш аппарат болып саналады. Сондықтан еліміз үшін, елді денсаулық үшін үлкен бастама. Роботты қолдану әр жерде болмайды. Осы арқылы біз өзіміздің мамандарды үйретіп жатырмыз. Дэвид Самадимен Нью-Йоркта кездескем. Бұл дүниенің ең бір алдыңғы қатарлы хирургтардың бірі. Мамандардың сөзінше, роботтандырылған хирургия әсіресе онкологиялық оталардың сапасын арттырады. Отадан кейін науқастарға тіпті қосымша тексеру мен химиотерапиядан өтудің қажеті жоқ.